Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасы. Және де оның жүргізушісі БЦ категориясы бар. Мен Ғазиз Ерболат. Біз бастаймыз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың бас демеушісі жарда ілініп тұратын Сарсағат заводы. Сарсағат заводы, біз әлі бармыз. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері атанған Қарақия ауданының құрметті азаматы Ұлықпан Жолдасов ағамыз. Қарсы алайық. Құрметті Ұлықпан Жолдасов аға, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Өте тамаша. Енді құрметті Ұлықпан Жолдасов аға, сізді... Баяғыда біреу айтып еді, Мейрамбек Беспаев аға деп, сол сияқты болды ғой. Жақсы, құрметті Ұлықпан Жолдасов аға. Сізді көрерменмен толықтай таныстырып өтейін. Ұлықпан Жолдасов, ол мектеп кезінде қатты қиналған. Себебі балдар оның шашын тарты ойнайтын. Мұғалімдерден көп еститін сөзі: Ұлықпан, шашың неге жинамайсың? Ал қазір ол сол шаштың рақатын көріп жүр. Өйткені әйелі оның үстінен шаш тауып алса, мынау кімнің шашы деп сұрай алмайды. Ал енді құрметті Ұлықпан Жолдасов аға, сіз келеді дегеннен кейін сіз туралы ғаламтордан қызықты ақпараттар іздеп көрдік. Ешкім көрмеген, ешкім таба алмаған қызықты ақпаратты біз тауып алдық. Ендеше экранға назар аударайық. Және де құрметті Ұлықпан Жолдасов аға, егер де сізге 91, яғни 91 тобының продюсері бол десе, сіз солардың продюсері болсаңыз, онда сіз мынандай болар едіңіз. Құрметті Ұлықпан Жолдасов аға, сізді бүгінгі ойынның шарттарымен таныстырып өтейін. Біздің бағдарламаға миллион бөлінбеген, бірақ ұтсаңыз ренжітпейміз аға. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 1000 теңге ұтасыз. Екінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 2000 теңге және донерден бір тістейсіз. Үшінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 3000 теңге және іші толып қалған флешка береміз. Өзіңіз тазартып аласыз. Төртінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 2 донер, 1 кола береміз. Және 4000 теңге. Бесінші сұраққа дұрыс жауап берсеңіз 4800 теңге береміз аға. Құрметті Ұлықпан Жолдасов аға, бағадан бері сізге Ұлықпан Жолдасов аға деп отырмын. Енді бұл еркін бағдарлама болғандықтан лақап атыңызбен атай берсем болады шығар. Болады. Ендеше қош келдіңіз құрметті Азеке. Біздің бағдарламамызда жеңілдіктер қарастырылған. 50-де 50 дейтін жеңілдік бар. Яғни сіз 5000 теңге ұтсаңыз, екеуміз 2500-ден бөліп аламыз. Ойна айта. 50-де 50 деген екі дұрыс емес жауап тапты деймісің ғой. Сосын залдың көмегі дегенде қалай? Енді бүкіл зал сізге жиналып таксиге ақша береміз, бұл басқалай көмек жоқ бізде. Досыңа қоңырау шал дейтін бізде жоқ, өйткені бізде бірлік жоқ аға. Өзіңіз шалам деп атсаңыз, проблема жоқ. Ендеше бастаймыз баға? Бастадық. Сонымен бірінші сұрақ аға. Үйдегі жеңгеміздің есімі Айған ғой? Айған, Айған. Ендеше бірінші сұрақ. Алтынай әні кімге арналған? А. Әйеліне, Б. Жан жарыңызға, В. Балаларының анасына, Г. Ол кезде жас болдық қо? Асықпай ойланыңыз аға. Бұл тағдырдың мәселесі аға. Оңай сұрақ емес, білем. Енді бұның авторы мен емес негізі. Құралай Сәтмағамбетов апамыз. Ол кезде жас болдық қой шығар. Так. Ұлықпан Жолдасов аға, бүкіл камера, светтің бәрін өшіріп тастаймыз, шыныңызды айтыңызшы аға. Енді шынымен солай, ол кезде жас болдық қой. Мойындамайсыз, а? Жақсы, онда сол жауапты қабылдайын. Ол кезде жас болдық қой. Дұрыс. Ол кезде жас болдық қой. Сізде 1000 теңге бар аға? 1000 теңге. 1000 теңге. Осы жерін ойын тоқтатамыз ба? Жоқ, ары қарай жалғастырамыз.
1000 теңгеде біраз ақша ғой деген ғой аға. Ал, жақсы. Сұрастырамыз. Келесі сұрақ. Айған жеңгеміздің сізге телефон соғып көп қоятын сұрағы: А. Үйдің кілті сенде ме? Б. Студияда қонасың ба? В. Үйге қашан келесің? Г. Көк резинканы сен тағып кеттің ба? Асықпай ойлаңыз аға. Асықпай ойлағанда айғаннан басқа ештеңе сұрақ жоқ па не? Өзіңіз соны алып алған Онда мен көмек сұрайын. Көмек сұрайсыз ба? Иә, Қалай? звондайын. Алло, Лұқпан, бүгін студияда қонасың ба? Жақсы. Сонымен аға. Студияда қонасың ба дейді. Б. Студияда қонасың ба? Жақсы, қабылдайын. Дұрыс. Сізде 2000 теңге бар аға, және донерден бір тістеуге болады. Арға ойнаймыз. 2000 теңгені Каспиге жіберейін ба? Мен Каспий жоқ қазір. Иә, Каспий таратып жіберген екенсіз. Тарап кетті, иә. Онда қолма-қол аға. Үшінші сұрақ. Ұлықпан Жолдасов көшеде келе жатқан кезде алдынан 4 бала шығып тисе, олардан қалай құтылады? А. Қашып кетеді. Б. Мұртын алып тастап бірден қыз болып кетеді. В. Гитарамен ұрады. Г. Төртеуінен бір топ құрып жібереді. Аға, ойланыңыз. Асықпай. 3 күн уақытыңыз бар. Сол төртеуін басып ұрып, бір топ құрып жіберетін шығарым. Дауыс жоқ болса да ма? Қазір дауыс важно болмай қалды ғой. Келесі четверг әнші болып кетпесе ма? Жақсы, төртеуінен бір топ құрып жібереді деген нұсқаны қабылдайық. Дұрыс. Сізде 3000 теңге және память тоқпаған флешка. Жалғастырасыз ба, тоқтаймыз ба? Жалғастырамыз. Құныққан екенсіз аға. Төртінші сұрақ. Ұлықпан Жолдасовтың ұнатпайтын адамы: А. Айғаным Жолдасова. Б. Ұлықпан Жолдасов. В. Фарида Жолдасова. Г. Болат Жолдасов. Қайсы ұнамайды аға? 50-50-ден көмек сұрайық. Жақсы, 50-50. Ой. Айған Жолдасова және Ұлықпан Жолдасов қалды аға. Мына... Жаратпасаңыз жаратпайын деп айтыңыз аға. Жоқ, кеше туған күні болып еді, ұят болар енді. Бүгінше енді өзімді жаман көре қояйын. Ұлықпан Жолдасов болсын. Ұлықпан Жолдасов дейтін жауапты қабылдайын ба? Жақсы, Ұлықпан Жолдасов қабылдайын. Дұрыс аға. Ол кісі маған ұнамайды. Арамызда қалсын, тарап кету. Келесі сұрақ. Ұлықпан Жолдасовтың студиясынан не көп шығады? А. Хит әндер. Б. Хит топтар. В. Гитараның чехолдары. Г. Шаш. Қайсысы аға? Сізде жеңілдік бітті аға, ештеңе жеңілдік қалған жоқ. Мен енді былай инстаграмнан бәрінен көретін шығарсың, менде гитара көп қой. Гитараның чехолдары шығар. Гитараның чехолдары. В нұсқасы, иә? В. Гитараның чехолдары. Дұрыс емес, дұрыс жауабы барлығы шығады. Осымен ойынымыз аяқталды аға. Әрине біз үшін қуанышты, сіз үшін өкінішті. Қуанатын себебіміз 5000 теңге өзімізде қалды аға. Ән айтып болғасын 5000 теңге береміз аға? Жоқ, $5000 деп келістік қой біздер. Доллар ма? Иә. Ондағы былай істейік, сіз әзірге... 5000 теңге болғанда мен келмейтінім ғой мына жерге. 5000 теңге істейсің ба? Маған 5000 айтқан сияқты еді ғой. Қой. Онда былай істейік аға. Сіз пока өлең айта беріңіз, біз тиын іздей берейік. Жақсы ма? Ұлықпан Жолдасов.